Біз өткенде Мамедованың түсірген бейне жазбасын байулатып, сотқа ұсынып, соны Бұл бейне жазбаны сіздер өздеріңіз өзгерттіңіздер ма? жоқ, ештеме өзгерткен жоқ, тек баяу түсінікті. Бұны не үшін көрсетіп отырмыз? Белғожаев өзінің берген жауабында мен ғайып тұрған жоқпын деді, біресе Шерзат тұрған жоқпын деп, кейін Шерзат тұрғанын мойындады. Бірақ ғайып тұрған жоқпын деген. Ол баяу егер көрсетілетін болса, ол жерде көріп тұр, ғайып оң аяғымен тебетіндігі. Және Шерзат тұрып жатқан кезде ол байқаған жоқпын дейді. Шерзат тұрған кезде ол бірнеше рет тебет, басынан тебет, және қолында бір затпен ұрғандай болады. Кетіп қалып, бақылап тұрып, қайтадан келіп. Соны баяулатса, нақты анық көрінер еді, құрметті сот. Ол іске тіркелген осы бейне жазба? Иә, сол іске тіркелген. Тек біз баяулатып қана көріну үшін, көрсету үшін. Жақсы. Осыған байланысты пікірлеріңіз айыптау тарабы. Сіздердің пікірлеріңіз қорғау тарабы. Қарсылық болмайды, құрметті сот, егер де ол қайшылық тудырмаса, мүмкін. Енді өзін жәбірленушінің өкілі Шекеевтің айту бойынша ешқандай өзгеріс енгізген жоқпын деп отыр ғой. Сол үйде тек баяулатып, ол сіздерге де керек қой, өздеріңізде. Құрметті сот, ол сотқа тіркелмеген видео. Жоқ, енді тіркелгенін баяулатып әкеп тұрмыз деп сұрау. Қарсылығымыз жоқ, құрметті сот. Жоқ, сол қарсылықтарыңыз бар ма соған? Мен қарсылық көрсетті. Басқа? Жоқ. Қарсылық жоқ, құрметті сот. Қалайсыздар ма соны қарауға, тіркеуге? Қалаймыз. Тұрып айтсаңыздар. Қалаймыз, құрметті сот, қарсылығымыз жоқ. Жақсы, қорғаушылар, сіздердің пікірлеріңіз. Тұрып айтсаңыздар сотқа. Сотталушылар. Жақсы, сот қаулы етті, бейне жазбаны көруге. Жаңа жерде бұл видео бойынша жауап берген болатын. Қайта көрудің қажет жоқ деп ойлаймын. Ол жерде мен жаңағы басында берген нәрсемді бәрін айтып отырмын. Негізі жаңағы Ғайыпбаев Нұрғанат тұрам деп барғам, соны шатастырып Шерзат марқұм тұрдым. Ол жерде жаңағы бейне жазумен алдындағы келісесіз бе жаңағы шек? Иә, келісем. Жақсы, онда сот қаулы етті, қараудың қажеті жоқ, іске де тіркеудің қажеті жоқ деп тапты. Себебі іс құжаттарында түп нұсқасы тіркелген. Сот қажет деп тапса, өзі оны баяулатып қарайды, стоп кадрмен тоқтатып қараса да өзі шешім қабылдайды. Басқа өтініш хаттарыңыз? Онда құрметті сот, рұқсат етіңізші, мен осы дәл Белғожаевтың Ғайыпбаевты тепкені туралы орыс түріндегі нұсқасын оқиыншы, өйткені қазақ тіліндегі нұсқасында түсінік дұрыс аударылмаған. Жоқ, сұрақ қойсаңыз болады өзіне, осы байланысты. Құрметті сот, кешіріңіз, Белғожаев қазақша берген сол несіні, жауапты. Орысша берген жоқ. Сараптаманы айтып отырмын. Сараптама. Бізде сараптаманың бәрі өкінішке орай орыс тілінде жазылады да, қазақша аударылады. Сол кезде өте көп қателік кетіп жатыр. Онда мен сұрақ қойыншы, сізге енді өзіңіз айтарсыз мүмкін. Сіз Ғайыпбаевты бар оң аяқпен тепкеніңізді растайсыз ба? Мен өзім негізі ұрғаным жаңағы бір адам тұрғам. Может сол жерде жоқ, онда былай қойыңызшы. тиіп кетуі мүмкін, бірақ мен өзім нақты барып ұрдым деп айтамаймын. Шатасып, может тиіп кеткен шығар. Құрметті сот, онда соттағы бейне жазбаны көрсетейікші. Сіз жүгіріп бара жатқан кезде алдында екі адам құлап жатқанын көріп жатырсыз. Жақсы, ол бойынша бейне жазбаны сот қарады. Бас тартып отырған жоқ деп түсінеді. Мүмкін тепкен шығар дегеніміз, ол тепкеннен бас тартып отырған жоқ деп түсінеді. Сондықтан басқа сұрақтарыңыз болса. Сұрақ қоярын алды, былай ауқымды қылып сізге түсінікті болсын айтайыншы. Сіз келе жатқанда екі адам жатты ма? Бір адам жатты ма? Иә, сол видеода көріп тұрғанда екі адам. Рахмет. Енді келдіңіз, екі адам құлап жатты. Содан кейінгі әрекетіңізді айтып бере аласыз ба? Екі адамға жеке қандай әрекет жасадыңыз? Жоқ, енді бейне жазбаны жаңа сотталушы Белғожаев өзі айтып отыр ғой, бейне жазбадағы бәрін келсем деп отыр. Енді соған байланысты жәбірленушінің өкілі сұрақ қойып отыр. Егер жауап берем десе, оның жауап беруден бас тартуға құқығы бар сотталушылардың. Жауап берем десе де өзі біледі. Жауап бердім, құрметті сот, бұл сұраққа. Жақсы, айта аласыз ба қазір? Жоқ, толығымен бәрін жауап бердім ғой. Қазір айтып жіберіңізші, қандай әрекет жасадыңыз? Қазір айта алмаймын. Жақсы. Екі адамға қандай әрекет жасағаныңызды айта алмайсыз ба?
Onun толық бәрін жауап берген болатын, құрметті қорғаушым. Видеода да көрініп тұр. Сіз жауап Бәрі берген толық. кезде сіз бір ақ адамға қатысты айттыңыз. жоқ жаңа оған жауап берді ғой, мүмкін бас тартып отырған жоқ оның соққы келтіргеніне. Басқа сұрақтарыңыз? Жақсы. Сұрақ әзірге жоқ. Құрметті сот, 56-шы том жасырын тергеу әрекеттеріне зерттеу және қарап тексеру жүргізу хаттамасы бірінші іс беті. Енді мына хаттаманың өзі үлкен, осы іс бетіне жаңа жасыру тергеу әрекеттерінің стенограммасы бар. Содан бастап жаңа оқып және сұрақ қоюға рұқсат етіңіз. Рұқсат. Жасырын тергеу әрекеттерін зерттеу және қарап тексеру жүргізу хаттамасы Алматы қаласы 10 желтоқсан 25 жыл. Осының 10 бетінде жаңа стенограмма басталады. Яғни Тоқтабаев Нұрбол. Диск номерін айтып жіберсеңіз. Диск номер 5947, раздел 2. Мен қатысты жаңа сұрақ қоятыным. Нұрқияс. А. Көзі қилы ананың. Н. Нұрқияс, досым, байқамадым. А. Көзі қилы ананың, брат, бітіп ішіне қарап тұрады. Басқа жаққа қарап тұр десеш, қалай артымызда тұрған машиналарға да тимеген ая? Соның ар жағында тағы да машина тұрды. Айтқаннан кейін таспен түсірдім. А. Мен де түсірдім. Н. Тиді мына жеріне ма? Бір жеріне тиді. Тас алдымда екеуі тұрды ғой. Бір-бірінің артында тұрды ғой. Еще мына жағында машина тұрды. Жіберіп қалып, боқтық сөздерді жібердім. Так, едім тура мына жеріне тиді. А. Сен атты деген әңгімесі жоқ қой, бірақ Н. Ұмытып қалған ғой, кажется. Сен айтпа. Осы бойынша сұрақ қойға бола ма, құрметсі? Қойыңыз. Кімге қоймақсыз? Так, мына Абзал. Нұрқияс, ұмытып қалған ғой, кажется. Сен айтпа. Не туралы айтып отырсыз? Құрметсіз, мен танысқан кезде мен Абзалды негізі досым деп атамаймын вообще. Абзик деп атаймын. Мына жақта досым деп жазылған. Бұмен мен келіспеймін деп негізі айтқам негізі Следаққа. Құрметті сот, мен де тергеушіге келіспеймін, но мен сөздерім емес деп айтқам. О жерде ондай әңгіме болмаған бізде. Бейне жазылған несі болса, аудиосы болса, тыңдасақ. Даусымен тани аламын өзімді. Дауыс бұранды сөзі, дискіні дауыстарың бар деген, қойып бер деген, қоймай қойған сөзі Следақ. Тоқа қағаз жүзінде ғана әкеп беріп, мына келіссен деп. Мен келіспеймін, Абзал досым деп атамайым деген мен. Өмір үйтіп атамағам Абзал досым деп. Болды, отыра беріңіздер. Диск 5839, екінші камера, 12 іспеті, екінші камера, Қонаев қаласы, күдікті Сакиев Равиль Магомедович. Р деген Равиль. Ана балаға айт... Бәрін оқиын ба, әлде тек мен сұрақ қоятын жерлерді оқиын ба, құрметсіз? Негізі толық оқып берсеңіз, орныңыздан оқи беріңіз. Бір 10 минутқа үзіліс жасайсыз ба? Болма. Әскентай, сіз үнемі осылай үзіліс отырасыз. Жақсы үзіліс.